Өмір. Көз алдыңда өтіп бара жатқан көш керуен, мәңгілік пенде болмақ емес. Ал тіршіліктің ең басты өкіндер тұсы да қадір тұтатын адамыңның қасында болмауы, бақиғат тануы. Иә, біздің әулеттің қазыналы қариясы, батагөй ақсақалы болған Асқар Таудай тірегіміз, Қаппара Пердебай әкеміздің өмір көшімен ілесіп, о дүниеге озғанына да жыл толыпты. Әкеміз санасы сәулеге, жүрегі мейірімге толы, жақсы адам болатын. Бар саналы ғұмырын шағалалы шардараның өсіп өркендеуіне, гүлденуіне арнаған жан еді. Амал нешік, асыл әкемізден айрылғалы да, жылда зуылдай өте шығыпты. Әкеміз Қаппара Пердебай 1944 жылы 3 мамырда дүниеге келген. Еңбектегі жолын 1960 жылы Шардара кеңшарында механизатор болып бастады. Ал 1970 жылы енді құрылып жатқан бұрынғы комсомол кеңшарына, қазіргі Ұзыната ауылына қоныс аударады. Өмірінің соңына дейін табан аудармай 37 жыл нөмірі 4-ші өндірістік бригадада күріш бригадирі болып еңбек етті. Мол тәжірибесі мен біліктілігінің арқасында аталған еңбек ұжымы биік табыстарға қол жеткізді. Өнімділік әр гектардан 90-95 центнерге дейін жететін. Еңбегі зор жетістігі әкемізді биік мінберлерден де көрсетті. Шымкент облыстық партия комитетінің пленум мүшесі болып сайланды. Отан алдындағы борышын да абыроймен өткерді. Әскер қатарында жүргеннің өзінде елге жеңістің 20 жылдығы медалін тағып келді. Бұл да болса өз отанына, еліне, жеріне деген адалдығының айқын көрінісі. Ғұмырының 40 жылға жуығын ауыл шаруашылығы саласына арнап, жан қиярлықпен еңбек етіп, ерен еңбектің үлгісін көрсете білген әкеміз басшылықтан талай рет орден медальдар, алғыс хаттар алды. Есіл еңбегі жоғары бағаланып, бірнеше рет социалистік жарыс жеңімпаз атанды. Еңбек қызыл ту орденмен, еңбек ардагері медалімен 1987 жылы бүкіл одақтық ауыл шаруашылығы көрмесінің алтын медалімен, ауыл шаруашылығының құрметті ардагері медалімен наградталды. Бұдан бөлек тәуелсіздіктің 25 жылдығы, тәуелсіздіктің 30 жылдығы төс белгілері кеудесінде жарқырады. Әкеміз жаны жайсаң, айналасына мейірім шуағын шашып жүретін үлкен жүректі азамат еді. Өмірде адамдарға бар мейірім шапағатын шашып, қанатының астына алып, қорғаштап жүру әкеміздің о бастан бойына біткен асыл қасиеттердің бірі болды. Ауылдастарының және ағайын туманың ортасында қадірі асып сыйлы болатын. Үлкенмен де, кішімен де тіл табыса білетін ақылгөй қария еді. Әсіресе ауыл биі болған жылдардағы еңбегі ол кісіні халықпен одан сайын жақындастыра түсті. Отбасында адал жар, қамқор әке, сүйікті ата болды. Кіндігінен 10 ұл қыз өсіп өнді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, перзенттерінен немере де, шөбере де сүйді. Тамыры тереңге жайған Мәуелі Бәйтеректей үлкен әулеттің отағасы еді. Бүгін әкеміздің халқына, жеріне жасаған игі істерін, жарқын жүзді бейнесін сағына еске аламыз. Әкеміздің жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннаттың төрінде болсын дейміз. Біз сізді жүрек түкпірінде мәңгі есте сақтаймыз. Тең келмейтін алтында еш қолдағы, өзің едің, әке, үйдің зорбағы, жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің, жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің, шың асқақ, сенсіз қалды жанымызда тым ақсап, жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке, жанымыздан жырақтап. Жадымыздан өшпес мәңгі әкешім, анаға жар, ал біздерге әкесің, немерең де шөбере мен шөпшегің, бәрі сені сағынуда, әке шын. Шырақ едің,
сәуле едің, ай едің, жаны толы мейірімге бай едің, ілім білім тәрбиеге қаныққан, үлгі алар ератына сай едің. Жанға бермес, бір туарым, еренім, жар едің ғой, әке едің, ер едің, жан әкем-ау жанға батып жоқтығың, сабылу мен сағынуда ел ерін. Жан әкешім, қызметте бапты ерім, елге сыйлы, абыройлы, даңқты едің, кеткеніңде келмейтін боп енді еш, сені жоқтап, күңіреніп жатты едің. Сен кеткенде жанарларда жылаптым, жігеріміз кетті сынып, сұлап мұң, жан әкешім, жаның болғай әрқашан, ең ерекше ақ төрінен жұмақтың. Мен басқада, менің әке, ең жақсады. Менің әке, ең жақсады. Әрқашанда биік көретін мен басқада, менің әкем,